Бақыт пен елес. Авторы Камал Әлпейсова. Сүйінші, әйеліңіз құстуда. Маржандай тізілген аппақ тістерін көрсете, ақсия күлген ақ халатты медбике өзінен хабар күтіп, тықыршып тұрған ерденнің түрі бұзылып кеткенін көріп, езуін же қойды. Салмағы 3 келі 300 грамм, бойы 55 сантиметр деді сосын бәсең дауыспен. О, бойы саған тартқан биік болады екен деді. Ерденнің қасында тұрған жолдасы Сәбит мәз болып. Қойшай деді оған Ерден, жақтырмай қарап. Қаны өте сирек топқа жатады. 4-ші, ризосы минус деді медбике. Бар ақпаратты тезірек жеткізгісі келгендей тез-тез сөйлеп. Өйттеген, қанның тобы да сенікі ғой деген ойында ештеңе жоқ Сәбит Ерденді иығынан қағып қалды. Сол сәтте булығы бәзер тұрған Ерден Сәбитті итеріп жіберді де, кілт бұрылып перзентхананың қақпасына қарай адымдай жөнелді. Ей, Айсұлуға бармаймыз ба? Ерден! Бала күннен бірге өскен сыралғы досының әуелі батылсыздау, содан соң ышқына шыққан даусы Ерденді тоқтата алған жоқ. Артына қайырылып қарамастан, қолын бір сілтеді де, әрі қарай кете берді. Сол қалпы бет ауған жаққа жүре берген ол бойын билеген өкініш пе, ыза ма, әлде өзін өзі аяу ма, әйтеуір бұрын соңды бастан кешпеген бір сезіммен арпалысып, перзентханадан ұзап кеткенін байқаған жоқ. Адамдар мен машиналар ерсілі қарсылы ағылған үлкен көшеге келіп тірелгенде барып есін жиды. Япырау, менікі не? Айсұлудың ай күні толып отырғанда аяқ астынан сапарға кететін болды. Қиыла қараған келіншегіне бармасам болмайды, бастық көнбей отыр деді аңсу ішіп. Шындығында сапарға өзі сұранған. Айсұлу босанатын кезде қалада болудан. Жоқ, Айсұлу босанғанда өзі күтіп жүрген ол деген сүйіншіні емес, басқа хабарды естимін бе? Сол кезде өзімді ұстай алмай қаламын ба деп жүрек алабұртқан. Ұл болса әрине, еш уайым жоқ. Онда бұл өзін қалай ұстаса да, қалай тойласа да, әжесі айтатындай сот жоқ. Тек анасының құрсағында жатып ақ, мұның жүрегін өрек бітіп қойған перзентінің кім екенін білмей, Ерденнің амалы құрыды. Жұрттың бәріне баласының ұл, не қыз екенін оп-оңай айтып беретін, Узи деген озық техникада бұларға келгенде дәрменсіз болып шықты. Екі рет түскенде де бала бері қарамай қойыпты. Кімде болса балаңыз әдепті, ибалы болады деген дәрігер өзіне телміре қарап тұрған Ерденге күлімсірей сөйлеп. Ерден сонда ұялып қалған. Япырай, мені қыздан безер болған біреу деп ойлап қалдым екен деп ойлаған былай шыға бере. Қайдан білсін, қыздарын жүрегі езіле жақсы көретінін, жолдастарының арсың-гүрсің сөйлеп, алысып-жұлысып жататын ұлдарымен салыстырып, талшыбықтай майысқан қыздарының түр сипаты үшінде, мінез құлқы үшінде, іштей марқайған кездері аз еместі. Тіпті екінші қызы туғанда, бракодельсің деп қажаған жолдастарына, «Ей, жігіттер, ұл жасау деген қиын боп па? Шотпен шапқандай қобалақ-собалақ етіп шығара саласыңдар, бір жері шүртейіп тұрса болған әйтеуір. Ал қызды хас сергердің қолына шыққан бұйымдай, қай қырынан қарасаңда көз жауын алатын өнер туындысында етіп шығару керек деп қалжыңдаған. Бірақ уақыт өте, осындай әңгімелерден кейін, сол шүртейіп тұрған бір жері бар баласының жоқтығы туралы ұры ой жылт ете қалатын болды. Алғашында онша мән бермейтін, жылт еткен ой сол бойда ұмыт болатын. Қартая бастаған әкесінің Ерденде 2 қыз, Ермекте 3 қыз, тегіміз осымен тұйықталатын шығар деп күрсінгенін естіп, шешесінің Аманбаевтардың атын шығаратын бір ұл болса деп, көз жасын сығып алғанын көргелі бері, ұлым болса деген ой ойламаған жерден сап ете қалып, кәдімгідей мазалайтынды шығарды. Бірақ әлденеден қуыстанып, ата-анамның тілегі орындалар еді деп, өзін өзі ақтауға ұмтылатын. Обалы нешік, жарының көңілін алабұртып жүрген арманын Айсұлу айтқызбай ұққан. Себебі ұл туу өзінің де арман еді. Бірақ Алла тағала бұларға, анасы айтатындай, бір түстес бала берсе, мұның қолынан не келеді? Ерден екеуінің 30-ға таяп барып қосылғаны да, бұлардың табиғат берген бала сүю мерзімінің өз қатарларына қарағанда, қиынырақ әрі қысқарақ болуына әсер еткендей. Айсұлу сонда да болса үмітін үзген емес. Емделіп жүріп, жасы 40-тан асқанда 3-шісін көтерді.
Ерден міне, осы сәбиінің дүниеге келуін қобалжи күтті. Көңілі қаламаған хабарды естіген кезде өзін лайықты ұстай алмай қаламба деген қорқыныш та содан туындаған. Сосын Айсұлуға, кім туғанын өз құлағыммен естиін. Дәрігерлер перзентханаға әкетерде хабарлас, самолетпен ұшып жетем дегенде іс сапарға жүріп кеткен. Іс сапар деген аты ғана. Мандатып ештірлік бітірген жоқ. Көңілі алаң болып, қайта қалта телефонын қарап жүргенде Айсұлу перзентханаға кетіп бара жатқанын хабарлаған. Ерденнің дегбірі қашты. Өзі білетін барша әулие әнбелерге сыйынып, бір ұл берші деп жалбарынды. Бірақ көңілінің бір түкпірінде осынымның бәрі бекер ғой деген ой қылаң берген. Жаратушының өзі сездіргені ғой. Айтқандай әуежайда күтіп алған Сәбит, Айсұлудың перзентханаға түскенін естіп, жолай бір құшақ гүл сатып алған. Ол гүлін беріп жіберсе, Айсұлу мұның келгенін біліп, күтіп отырған шығар. Менің жүрісім мынау. Ерден қол көтеріп, бір машинаны тоқтатты да үйінің мекен жайын айтты. Ондағы ойы қыздарын перзентханаға ертіп апару болатын. Есіктен кіре берген мұның мойнына асылған Айжан мен Әсел әкесінің құшағына таласып, менің папам деп жүрегін шаттыққа бөледі. Қане, дауласуды қойыңдар, екеуіңнің де папаңмын. Дұрысы, үшеуіңнің де деді Ерден, қыздарын бауырына басып. Тескеніңдер, перзентханаға барып, бөпемізді көрейік. Ерденнің келіншегі босанып, үшінші қызды дүниеге әкелгені туралы хабар ағайын мен жора жолдастың құлағына солғын-ақ жетті. Тағы қызба десті. Ерденнің ұлдан үмітті екенін білетін кейбіреулер. Бірақ Ерденді көрген кезде қауқылдасып, арқасынан қағып құттықтап жатты. О, Ерден әка байитын болды деді. Ауладағы шатырда көкені сататын өзбек жігіт. Өз елінде ұзатылатын, қызы көп әкенің мәртебелі болатынын білетін ол, Ерденді көрген кезде қалбалақтап, қолын ала жүгірді. 3 қыз тәрбиелеп өсірген әкенің орны жұмақта деді, көрші тұратын Қажапа. Айсұлу перзентханадан шыққан күні енесі көрші көлемді шақырып, шілдехана жасаған. Қажапа Ерденнің көңіліндегі алабұртуды сезді ме, әлде өмірден көрген түйгеніне сүйенді ме? Ұлды шаңырақ есі дейміз ғой, бірақ қыз бала қашанда ата-анаға жақынырақ деп қойып, біраз әңгіме айтты. Жас келіншектерді біресе күлдіре, біресе күрсінте отырып, не ексең соны орасың деген ғой. Қыз туды деп әйелді кінәлау жөнсіз деген мәселені де қозғап кетті. Әңгімесінің шілдеханадан гөрі телевизордан берілетін ақыл кеңестердей тым салмақты болып бара жатқанын байқап, қыз бала әкеге жақын болады дегенді мына Айжан мен Әселден ақ көріп жүрмін. Әкесі дегенде Айсұлуды сатып жібереді ғой шіркіндер деп, онысын Ерденге қоштатып қойды. Ерден кішкентайын Аружан деп атады. Ару десе дегендей, көзі қарақаттай мөлдіреген, балапан шашы бүйраланып, аппақ жүзіне ерекше әр берген сәби күн сайын түрлі қылық шығарып өсіп келе жатты. Әкесін көргенде жылағанын қоя-қоятын болды. Есіктен кірген бойда қолын алмаса, дүние күйіп кеткендей жылайтынды шығарды. Әкесінің қасында жатса ғана ұйықтайтын әдет тапты. Ерденнің өзі де Аружанды ерекше жақсы көрді. Үлкен 2 қызын да жақсы көреді ғой, бірақ кішкентайы десе ішкен асын жерге қоятын. Қайда барса да қолынан қалдырмай ертіп жүретін. Міне, бүгінде мекемелерінде өтетін мерекелік іс-шараны көрсін деп, қызын өзімен ерте келді. Қарсы кездескен бір танысы, «Ау, мына жігіттің аты кім?» деді Ерденге қолана қарап. «Қызым ғой, аты Аружан» деді Ерден байыппен сөйлеп. «Қой, қайдағы қыз? Үйтіп жасырмай-ақ қой. Сенің қыздарың өсіп кеткен жоқ па? Ал мынау жігіт, тура сені кісірі көшірмен ғой?» «Маладес» деді танысы көзін қысып қойып. Шындығында бір көрген жан тізеден жоғары қысқа шалбар, жұқа футболка, жеңіл кроссовка киген Аружанның ұл не қыз екенін ажырата алмас еді. «О, Ерден Мұратханович, ұлыңыз аузыңыздан түсіп қалғанда екен» деді сол жерге келе қалған Гүлмира есімді тележурналист. Бұл келіншектің осындай бір іс-шаралар туралы репортаж түсіріп жүретінін Ерден білетін. «Мен ұл емеспін, Аружанмын» деді сәби бұртиып. «Солай ма? Өкінішті?» «Ұл болғаныңда вообще күшті болатын еді», деді журналист келіншек Ерденге көзінің астымен қарап. «Қызымның қай жері ұнамай қалды?» деді Ерден.
қылымсып тұрған келіншекке ашулана көз тастап. Ол әлде адам жанына бататын жайлар болатынын білмейтін, әлде біле тұра өзімдікі дұрыс деп табандап отырып алатындардың қатарынан бекен. Айтқан сөзіне титтей де қысылмай, ол еместігі деді мырс-мырс күліп. Сөзі жүрегіне біз сұғып алғанда әсер етті. Содан бастап ерден адамдардың сөздерінен астар іздейтінді шығарды. Балалар аман ба деді ауылдан келген туысқаны кездесіп қалып. Қыздар деуге мені аяп тұр ғой деп ойлады ерден іштей. Балаларыңызды жаңа жылдық шыршаға келесіз бе? Мен тізім жасап жатыр едім деп сұрады хатшы қыз. Әдейі қыздарыңызды демей тұр ғой деген ой жүрегін шаншып өтті. Ақыр аяғы хатшы қызда ұлы жоқ деп мені мүсіркейтін болды деп ойлады мұңайып. Бара-бара ұлының жоқтығы күндіз ойынан, түнде түсіне кетпейтін болды. Ішіне бір түсіп алып, кеулеп жеп жатқан жегі құрттай, барлық арман мақсаттарын көмескілендіріп, өмірде ұлды болудан басқа мұраты жоқ адам қалпына түсірді. Не бір қуанышты кездерінде, неге менің ұлым жоқ деген ой жылт ете қалып, асып тасқан көңілін саптиятын. Тележурналист келіншектің мысқылды даусы құлағында жаңғырығып, талай рет ұйқысынан шошып оянды. Қап сені ме деді, жастығын мыжғылап отырып. Бірақ кіжінгенмен не істейді? Еркек болса бар ашу ызасын қорытқан қорғасында етіп, жұдырығына құйып, өлімші етіп сабар еді? Кім біледі? Қарамағында істейтін біреу болса, жұмысына мін тағып, қудалап, күн көрсетпес педі? Бәлкім сонда көкірегіндегі қыжылы қайтармеді. Енді не істей алады? Ішкі арпалысын баса алмай, аластырып жүргенінде Гүлмира телефон шалды. Түк болмағандай сөйлеп, компанияның ірі тұлғалары туралы хабарлар циклін жасап жүргенін, жоспарында бұл туралы да фильм түсірмек ойы бар екенін айтып, кездесуді ұсынды. Ерденнің қасы басына шапшыды. Дәл қазір кезінде өзін ұлың жоқ деп мүсіркеп кеткен әйелді атарға оғы жоқта еді. Кездесуден үзілді кесілді бас тартты. Келесі күні Гүлмира Ерденнің кеңсесіне келді. Кейіпкерлермен тілдесуде жинақтаған талай жылғы тәжірибесі бар емес пе? Ерденнің түйілген қабағын жазу үшін бар өнерін салып, әйелдік арбау-баурау амалдарын жұмсап бақты. Көзін төңкере қарап, даусын құбылтып, компанияның ерен табысында мұның үлесі аса қомақты екендігін былайғы жұрт жақсы білетіндігін айтқанда, адам деген пенде ғой. Осыған дейін міз бақпай отырған Ерден елең ете қалды. Бірақ тап сол сәтте осы әйелдің күні кеше ғана баласының ұл еместігі ұнамайтынын мысқылдай айтқаны құлағында жаңғырығып, есіне бірдеңе түсіргенде бетіне тесіле қарады. Өткендегі сөзінен бері осы әйелді жасытып, жігерін құм етсем деген ойдан біразға дейін арыла алмай жүрген Ерден сол сәттің келгенін түсінді. Сол оймен түсін сәл жібітіп, ойланайық деді. Гүлмира қуанып кетті. Оның өз есебі барды. Тұрмыста жолы болмай, алғаш бас қосқан адамынан ажырасып кеткен соң, енді қайтара күйеуге шықпасқа ант еткен. Оң солын танып, карьера жасап барып отбасын құратын шетелдік қыздар ақымақ емес шығар дейтін ол құрбыларына. Шетелдік өмір салтына еліктеп, бірер адаммен азаматтық некеде тұрып та көрді. Сонда бір байқағаны, мұндай қатынастар ер азаматтар жағына қолайлы екен. Тең құқылы, бірақ өзара жауапкершілігі жоқ қарым-қатынастан тез жеріді. Уақыт болса алақаннан сусылдап төгілген құмдай өтіп жатты. Жасы ұлғая бастағанын бала сүйгісі келгенде түсінді. Блокнотын ақтарып отырып, осыдан бірер жыл бұрын өз хабарына түсірген генетик келіншектің телефонын тауып алып, бала туғым келеді деді, амандық саулық сұрасқаннан кейін. Туыңыз деді ғалым келіншек күле сөйлеп. Бір мәселе бар, соны ақылдасуға келейін деп едім деді жұмбақтап. Ғалымның келіңіз дегенін ести сала құстай ұшты. Менің ұл туғым келеді деді, бұл мәселені төтесінен қойып. Өткенде сіз баланың жынысын жоспарлауға болады деп едіңіз ғой? Маған қолайлы кезеңдерді есептеп шығарып беріңізші. Онда жалпы бұл сіздің жеке шаруаңыз екенін білемін. Менікі тек өмірден түйген жайды айтып өту ғана. Жалғыз бастысыз. Өзіңізге серік болатын, әрі кейін қарайласып тұратын қыз туғаныңыз жөн емес пе? Рахмет, ұл тусам жалғыз болмайтынымды білемін. Ол өзіне таңдана қараған дәрігерге жұмбақ түрмен күлімде көз тастады. Гүлмираның ішкі есебі мықты еді. Қай заманда да қазақта ұлы жоқ болуын, атын жоғалтумен барабар санайтындардың болатынын ол жақсы білетін.
Тарихта мұрагер керек деп 40 қатын алған хандардың болғаны, қыздарын жан қатарына қоспай, балам жоқ дейтін бектердің жер басып жүргені жұрттың бәріне белгілі емес пе? Солардың ізбасарлары бүгінгі заманда да бар екенін. Тіпті кейбіреулердің мұның хабарларына да қатысып, ол десе ішкен асын жерге қойып отырғанын көзбен көрген. Ішінде не бір қасқасымен жайсаңы бар. Солардың біреуінің етегінен неге ұстамасқа? Ол үшін бар болғаны ұл туып беру керек. Сосын рахат өмір басталады шіркін. Тірі пендеге білдірмеген жоспарын дәрігерге айтсын ба? Жұмбақтай күлімсірегені сондықтан. Өзі білетін ұлға ынтызар болып жүргендердің ішінен Гүлмираның таңдауы Ерденге түсті. Ақылды, көрікті, бай. Басқа кандидатураларға қарағанда жасырақ. Қоғамға әжептәуір танымал. Өз саласында аты бар адам. Әрі естуі бойынша соңғы бірер жылда ұлы жоқтығын уайымдап жүрді деседі. Ендеше тура маған лайық контингент екен деп алақанын ысқылап, фильмге түсуге келісімін алудың түрлі жолдарын ойластырып келген. Болашақ кейіпкері көп жанытпағанын жақсылыққа жорып жымиып қойды. Фильмнің алғашқы бөлігі бейресми жағдайда Ерденнің таудағы саяжайында түсірілді. Бірінші күні бұлай жүріңіз, мұнда қараңыз, өйтпеңіз, бүйтпеңіз деп ығырын шығарған тележурналистен құтылғанша асыққан Ерден, қайдан келсе қойып едім деп, өзін іштей мың рет сөккен шығар. Бірақ ашуын сыртына шығаруға қашанға деп тілгі жібермеді. Кешке таман құлаш-құлаш таспасын шығарған шығармашылық топты бостан-бос қайтаруды ұят санап, дастарханға шақырды. Коньяк ішіп, көңілденген топ ұзағырақ отырып, қас қарайғанда жолға шықты. Коньяктан басым айналып тұр. Сәл жата тұрайыншы деп диванға қисайған Гүлмираны оята алмаған әріптестері бір-біріне жымың-жымың етіп қарап қалаға өздері кетті. Ерден үйіне ертеңіне ғана түн ортасы ауғанда оралды. Фильм теледидардан көрсетілгенде Ерденнен бұрын Айсұлу мен қыздары қатты қуанды. Күйеуінің қажеті қанша дегеніне қарамай, аста-төк дастархан жайып, шығармашылық топты үйлеріне шақырды. Тележурналист келіншектің тым еркіндігін кәсіптік ерекшелігіне балады. Ерденнің өзін сәл қолайсыздау ұстағанына, қонақтардың әлденеге жымыңдасып, бірін-бірі түрткілеп отырғанына тіпті мән берген жоқ. Қыстың алғашқы айында Гүлмира Ерденге телефон соғып, өзінің жүкті екенін хабарлады. Ол өз шаруаң деді Ерден. Мен семьямды тастап саған үйленем деп уәде берген емеспін. Үйленбей-ақ қой, ұлың әкесіз өседі. Ерденнің бүйрегі бүлк ете қалды. Көріпкелділігің бар ма еді? Ол екенін қайдан біле қойдың? Есесіне сен ғалым емессің бе? 21 ғасырда баланың жынысын алғаш қапталардақ білуге болатын несмеп бедің? Ерденнің тілі күрмеліп ештеңе де алмады. Жаманат жерде жатпайтынын тағы да дәлелдеп, жарының опасыздығы туралы өсек Айсұлуға да жетті. Әңгімені бастауға дәті бармай жүрген Ерден Айсұлудың ашулы сөздерін үнсіз тыңдап отыра берді. Кінәлімін. Бірақ оны сенен артық көргенімнен барған жоқпын деді бар болғаны. Өзің не айтып тұрғаныңды түсінесің бе? Ау, ондайға ынтық болып бармағанда қайтып барады. Жек көріп тұрып, бір төсекке жаттым дегеніңді барып ақмақтарға айт. Сенсең сен, сенбесең қой. Шыным сол. Әуелгіде ұлың жоқ дегені үшін оны төмендеткім келді. Ал қорлықтың ең үлкені еркектің өз ойын орындаған соң әйелді тастап кетуі. Мен де оны соңымнан жүгіртейін, кіріптар етіп жалындырайын дегенмін. Бірақ ол менен асып түсті. Ұл туды. Соңғы сөзін терең күрсініп айтты. Айсұлу бәрін де түсінді. Иә, бұл ұл туып бере алған жоқ. Сол үшін Ерденнің қорланып, өзін бақытсыз сезініп жүргенін де сезеді. Бірақ бақыт баланың ұл не қыз болуында мекен? Осынша құрбандыққа апарған ұлдың ұшпаққа жеткізеріне кімге біл? Қыздарын айналтып үйрілтіп, ет жүрегін елжіреткен әкелік сезімін бірақ сәтте мұттырған ұл, жарық дүниеге келер жолыңа тап өзіңде 3 перзенттің көз жасы төгілгенін сезесің бе? Дүниеге келісімен бір отбасының шырқын бұзған ұл, өмірде қандай болар екенсің? Шым-шытыры ойға шырмалған Айсұлу, Ерденге біреулерді жылату арқылы бақытты болу мүмкін еместігін айтқысы келген. Бірақ дәл қазір оның ұлды болғанынан басқа ештеңені ойлай алмайтын күйде екенін түсініп, әңгімені созудың қажеті жоқ деп шешті. Ұлды армандағаныңды білемін. Бірақ сенің арманыңның арман емес, өмірдің бар мәнін перзентіңнің жынысымен есептейтін ауруға айналғаны өкінішті. Сондықтан
Жолыңа кесе көлденең тұрып қайтем. Бар, жолың ашық. Бірақ ойнастан туған ол оңбас деген сөздің бекер айтылмағанын ұмытпа. Қашанда өз пікірін білдіру үшін оны ішкі безбеніне салып, таразылап алып барып сөйлейтін Айсұлудың соңғы сөздері денесін тітіренткен ерден есікке беттей беріп, қалт тоқтай қалды. Қарсы уәж айтқысы келген, аузына дәлелді сөз түспеді. Содан соң, өй, қазақ не демейді деген оймен өзін алдандырып, кетуге бет алды. Жанары жасқа толған Айсұлу иығын сәл құшитыңқырап бөлмелеріне шыға берген ерденді көзбен ұзатып, екеу ара небір тәтті сәттер өткен төсектерінде тапжылмай отыра берді. Сыртқа беттеген ерденнің аяғына Аружан келіп оратылды. Папа, қайда бара жатырсың? Мен де барам. Ерденнің жүрегі шым ете қалды. Есіктің жақтауына сеніп тұрған әселді бетіне сүймекші болған. Ол өксе теріс айналып кеткенде, Айжан әкесінің қасынан сырғи өтіп, анасының бөлмесіне кірді. Мама, папаны жібермеңізші. Сіз оны сүйемін деуші едіңіз ғой. Сүйемін. Сүйеу деген сүйген адамыңның бақытты болуын тілеу, қызым. Ал әкеңнің бақытты болуы үшін ол керек болды. Ал бізше, бізді тастап кете бере ме? Ештеңе істеуге болмай ма? Ештеңе істеудің қажеті жоқ, қызым. Менімен ғана болсын деп түрлі амал қолдану, сүйген жанның емес, есебе мықты аярлардың тірлігі. Айжанның амалы құрыды. Көрерміз деді өксіп отырып. Көрерміз әлі. Арада бір талай жылдар өтті. Алма кезек ауысқан жыл мезгілдермен бірге Айсұлудың отбасында көктемдей шуақты, қыстай қатты, жаз бен күздей мәуелі оқиғалар болып, кезінде ұяларының шырқын бұзған жайда бірте-бірте ұмтылған сияқты. Жыл сайын жаңа қызығымен, кездейсоқ сынымен келген өмір ағыны шынақ ұмыттырды ма, әлде ұмытқан сыңай танытты ма? Әйтеуір Айсұлу мен қыздары ол оқиғаны еске алмайтын. Тек анасы адам қолдан келгенше жақсылық жасауға ұмтылу керек деген кезде әселдің, қалай ойлайсыз? Істеген жамандығының өзіне қайтып оралғанын біреулер біледі ме екен деп сұраулы жүзбен қарағаны болмаса. Айсұлудың асып таспасақ та, көштен қалып жатқан жоқпыз. Шүкір дегеніне Аружанның әне бір күні асып тасқандар туралы естіп жүрміз деп қалғаны болмаса. Айсұлу қыздарының нені меңзеп айтқандарын әрине түсінбейді емес, бірақ әңгімені өрбітпеуші еді. Тіпті, қой балам, әкең байғұс жетісіп жүр дейсің бе деп тоқтау салатын кездері көп. Себебі ұл тапқан әйелімен көңіл жарастыра алмаған ерденнің ішкілікке салынып, үйінің берекесін кетіргенін, тіпті оған қол жұмсап істі бола жаздағанын, Гүлмираның қайнатасына барып, балаңыздан құтқарыңыз деп жалынғанын, бұларды істеген еді. Ал таяуда, ұлы кәмелетке толғанда ерденнің су жаңа шетелдік машина сылағанын, баласының оны апта өтпей жатып қиратып, өзі әупірімдеп тірі қалғаннан да хабардар болатын. Сондықтан да бір кездері сүйіп қосылған жарының адасып, жора жолдастарының арасында жарқ-жұрқ етіп жүретін есіл азаматтың сонша құлдырап кеткенін ойлап, аяйтын Айсұлу. Анасының қасқабағын баққан қыздары да сосын бұл тақырыпты қаузай бермей, оның сезімін құрметтеп, аялап тірлік етіп жатты. Осылайша бір-бірінің жанын түсініп, өзара елбесе, жайма шуақ күн кешкен отбасы жаңа жыл қарсаңындағы тымық кеште аяқ астынан дүрлікті. Беймезгіл уақытта телефон шалған Айжан, ерденнің ұлы мас болып, топтасып қыз зорлады деген айыппен қамауға түскенін хабарлады. Бұларды шошытқан хабардың екінші бөлігі еді. Ұлымен жолығуға жан ұшырып келе жатқан ерденнің өзі машинасымен аударылып, ауыр халде Айжан жұмыс істейтін ауруханаға жеткізіліпті. Жедел жәрдем келгенше далада жатып қалып, көп қан жоғалтыпты деді даусы дірілдеп. Қан табылмай жатыр. Сирек топқа жатады ғой. 4-ші, минус резус фактор. Анализдері дайын болған соң нейрохирургия бөлімінің меңгерушісі Хамитбек аға екеуміз операция жасайтын болдық. Айсұлудың құлағы шыңылдап кетті. Ерден таң ата наркоздан оянғанда қасында Сәбит отыр еді. Қиналғанда да, қуанғанда да жанынан табылатын адал дос, ерден ауруханаға түскелі бері көкте Аллаға жалбарынып, жерде дәрігерлерге жалынып күні-түні осында жүрген. Төсегінің қасында халат киіп мүлгіп отырған Сәбитті көргенде, ерденнің есі кіріп, көз алдынан бүкіл оқиға зырылдап өте бастады. Жол,
сабырласқан адамдар мен машиналар, қарсы келген машинамен гүрс етіп соғысқаны. Қайда сығып еді? Ол ұсталды деп хабарлап еді ғой. Ерден ыңыранды. Сәбит селт етіп мұның бетіне үңілді. Ерденнің көзін ашқанын көріп жүрегі жарылардай қуанған ол, досының ерні жыбырлап жатқанын байқап құлағын тосты. Ол деді, тілі икемге әзер келген Ерден сыбырлай сөйлеп. Әлгінде ғана досы тіршілік белгісін бергенде бойын билеген қуанышы су сепкендей басылып, Сәбит, "Ұлың бар болсын" деді, кейген үнмен. "Өзің өліп қала жаздадың ғой." Іле артықтау кеткенін сезіп, тергеу изоляторында отыр. "Адвокат іздеп жатырмыз" деді, қысқа-қысқа сөйлеп. Ерден тағы ыңыранды. Сәбит оның ұлын ойлап қиналып жатқанын түсінді, бірақ өз жүрегінде оның ұлына деген титтейді аяушылық сезімі жоқ еді. Керісінше, досының басын жыл сайын бір шырғалаңға салатын ұлды қолына түсе төтіп жіберердей зығырданы қайнап, бірақ онысын Ерденге айта алмай, булығып, тістеніп, іштен тынды. "Тек сіз неме?" деді іштей. "Жатырына тартқан деп осындайды айтады екен ғой." Өткен жолы көлік апатына қатысты іс қозғалып, Ерден екеуі ішкі істер басқармасының табалдырығын тоздырып жүргендерінде, бүгінде әжептәуір қызмет атқаратын ермек бұлқан талқан болып, Аманбаевтардың аты шықпай қалады деп едіңдер. Шықты не? Ертең-ақ бүкіл газет шулайды. Бизнесмен Аманбаевтың ұлы істі болды деп. Жеттіңдер армандарыңа деп, әке-шешесіне дүрсе қоя бергеніне куә болған Сәбит. Бүгін өзі де сондағы ермектің күйін кешіп отырғандай. Көзінің астымен Ерденге қарап қойды. Наркөздің күші қайтып, сынған сүйектер сырқырап, жарақаттары жанына батып жатса керек. Ол ыңқылдай демалып үнсіз жатыр. "Байғұс досым" деді Сәбит іштей. Ол деп әп-әдемі отбасыңды тастап кетіп ең. Не көрсетті сол ұл? Қасықтап жиған абыройыңды шелектеп төкті. Қасыңда дос қалмады. Туыста теріс айналып кетті. Енді міне жатырсың. Өлі мен тірінің арасында да бетімен кеткен ұлды уайымдап. Бір шама уақыт өткеннен кейін Ерден ыңқылдауын азайтып, демалысы қалпына келе бастады. Кірпігінің дір-дір етіп, ара-тұра ернін жымқырғаны, демі дірілдей күрсінгені оның көзі жұмылы болса да, ояу жатқанынан, болған жайды ойша сараптап, тығырықтан шығар жолды іздестіріп жатқанынан хабар бергендей. "Сәбит" деді бір кезде ап-анық сөйлеп. "Сен мұнда отырмасайшы. Ана баланы шығару керек. Ермек қайда?" "Әуелі өзің қалпыңа кел, сосын ойласамыз ғой" деді Сәбит онша ыңғай бермей. Ерден досына таңырқай қарады. "Ойланатын несі бар" дейтіндей. Сәбит қитығып үндемеді. Жоғары жақта істейтін інісі Ермектің "Мені бұл іске қатыстырмаңдар" дегенін Ерден қайдан білсін? Шынына келсе, Сәбиттің де абыройсыз іске араласқысы жоқ. Тек досының басы аман қалғанын тілеп жүгіріп жүрген жайы бар да. Оның үстіне соңғы күндердің оқиғасы көптің көзін ашып, кімнің кім екенін, өмірдегі шынайы құндылықтың не екенін танытқандай. Соның бәрін Ерденге айтайын десе, өлім аузынан қалған досын аяйды. Үндемегені сондықтан. "Сәбит" деді тағы да Ерден. "Сен ана жаққа бар. Не істесе де ол менің балам. Құтқаруымыз керек." Сәбитті ашу қысты. Ерденнің жағдайын ойлап, өзін қанша ұстайын десе де булыққан сезім ырық бермей, бар ойын лақ еткізіп ақтара салды. "Бала емес ол бәле. Не бетімізбен құтқарамыз? Ол деп төбеңе көтергенде не жақсылығын көрсетті, айтшы." Ерден жаңа ғана жайбарақат отырған адамның бұрқ ете қалғанын түсінбей аң-таң. Сәбит болса орындығын жылжытып тақап келіп, демі дірілдей ауыр тыныстап отырды да досының бетіне төніп, "Саған операцияны кім жасағанын білесің бе?" деп сұрады. Ерден кім дегенде сұраулы кеппен қасын керді. "Айжан, 6 сағат бойы." Соны айтқанда жан дүниесін астан-кестен еткен алапат сезімін ірке алмай, Сәбиттің көзінен жас ыршып кетті. Сосын қазір айтпаса мүлде айта алмай қалатындай асығып, аптығып сөйлей бастады. "Қан көп кетіп қалыпты. Қаладағы қан орталығынан алынған қан жетпейді дегесін теледидардан хабарландыру бердік. Жан адам шықпады. Сенің қаның серік топқа жатады ғой. Үмітіміз үзілерде болғанда бір студент қыз өзі деп келді деп естідік. Бірден операция жасау бөлмесіне апарып, тікелей қан құйыпты. Жаның соның арқасында қалды. Кейіннен рахмет айтайық деп іздестірсек, білесің бе кім боп шыққанын?" "Аружан" деді еңкілдей жылап.
Ерденнің өңі құп-қу боп кетті. Мұндай хабарды күтпегені соншалық, не айтудың ретін таппай, бірдеңе дейін десе, кезінде осы қыздарын жылатып тастап кеткені көз алдына елестеп, тынысы тарылып, қатты да қалды. Саған айтары мынау, деді сәлден соң, лықсыған сезіміне тоқтау салып, сабырлы қалпына түскен Сәбит сөзін жалғастырып. Жаның олжа. Жол ортасына келгенде қайдағы бір елеске елтіп, бақытыңды басқа тептің. Сөзін қалта телефонның шырылдағаны бұзды. Айсұлу екен. Оянды ма, деді ол үрей араласқан үнмен. Оянды. Айсұлу үнсіз қалды. Сәбит оның жылап тұрғанын сезді. Өзінің де көңілі босап, ештеңе де алмады. Сол кезде бағанадан бері төбеге қарап мелшиіп жатқан Ерден тіл қатты. Айсұлу ма? Иә, Айсұлу. Телефоныңды маған берші. Сәбит досына таңырқай қарап, әуелі телефонның арғы жағындағы Айсұлуға тіл қатты. Ерден сұрап жатыр. Сөйлесесің бе? Айсұлу үндемеді. Не ойлап, қандай күй кешкені оның өзіне ғана аян. Ал жауап күтіп тосқан уақыт Сәбитке таусылмастай ұзақ болып көрінді. Біраз үнсіздіктен кейін Айсұлу күмілжи тіл қатты. Жоға, сәлем айтасың ғой. Қайда жүрсе де аман болсын.